Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен араб елінің керемет дәмді жұп-жұмсақ бәлішінің құрамымен бөлісемін. Ең алдымен таза ыдысымызға қантымызды, ерітілген сары майымызды және де сұйық майымызды, 2 дана жұмыртқамызды, содан кейін 2 шай қасық ванильный сахарды салып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Келесі 300 грамм ұнымызға 1 шай қасық разрыхлительді қосып, ұнымызды жақсылап араластырып аламыз да, жаңағы дайын болған сұйық консистенциямызға ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Видеодағындай жұмсақ қамыр болуы керек. Келесі осындай диаметрі 24 сантиметрлік формамызға пергамент қағазын салып, оны осы форманың размерін пергамент қағазына шығарып аламыз. Келесі дайындап алған пергамент қағазына жаңағы дайын болған қамырымызды 2-ге бөлеміз. Бір жағын үлкендеу, екінші жағы кішкентайлау болу керек. Үлкен жақ бөлігін пергамент қағазының үстіне қойып, оны дөңгелей етіп, пергамент қағазының үстінде жаямыз. Қамырымыздың қалыңдығы 1 елкі болу үшін, оны жақсылап 1 елкі етіп, видеодағындай жайып аламыз. Енді дайын болған қамырымызды формамызға пергамент қағазымен бірге саламыз. Қамырды формаға жан жағын келтіре отырып салу керек. Форманың жан жағындағы артық қалған қамырды осылай оқтаумен жайып алып тастаймыз. Келесі қамырымызды формасымен бірге холодильникқа қоя тұрамыз. Енді пирогтың заварной кремін дайындаймыз. Ол үшін 1 дана жұмыртқамызды саламыз және 3 ас қасық қантымызды саламыз. Кейін 3 қасық кукурузный крахмалымызды салып, жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Консистенциямыз әппақ болып көпіргенше жақсылап араластырып аламыз. Келесі консистенциямыздың үстіне аз-аздан 300 грамм сүтімізді венчикпен араластыра отырып құямыз. Енді осындай ыдысымызға жаңағы дайын болған консистенциямызды құйып, ақырын отта венчикпен араластыра отырып, қоймалжың болғанға дейін пісіріп аламыз. Достар, видеодағыдай қайта-қайта жақсылап араластырып отыруларыңыз керек. Егер араластырмасаңыздар, онда біздің кремнің асты күйіп кетеді. Креміміз видеодағындай осындай қоюлану керек. Келесі 1 ас қасық сары майымызды жаңағы кремнің үстіне салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін 1 ас қасық лимонның соғын жаңағы кремімізге құямыз да, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Келесі 3 алмамызды жақсылап тазалап, оны ортасынан бөліп, видеодағыдай етіп, барлығын турап аламыз да 1 ыдысқа саламыз. Енді туралған алмамыздың үстіне
бір ас қасық лимон суын құйып, оны жақсылап қасықпен араластырып аламыз. Келесі қамырымыздың екінші бөлігін аздап ұн себеміз де оны оқтаумен жазып аламыз. Келесі қамыр тұрған формамыздың ішкі жағын осылай пышақпен өлшеп аламыз да, оны жаңағы қасында тұрған қамырымызға өлшеп, оларды ұзын шағып кесіп аламыз. Жайған қамырымыздың артық бөлігін осылай алып тастаймыз. Келесі формамызға дайындап қойған кремімізді бір келкетіп салып шығамыз. Енді туралған алмаларымызды формамыздың жан-жағына видеодағыдай қойып шығамыз. Келесі алмадан кейін жаңағы ұзын шағып кесіп алған қамырымызды видеодағыдай етіп қойып шығамыз. Алма мен қамырымызды кезектесе отырып, видеодағыдай пирогымыз толғанша саламыз. Достар, пирогымыз осылай шығу керек. Енді 180 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Пирогымыз пісті. Келесі оның үстіне балды жағамыз, немесе абрикосты джемді жағуға болады. Пирогымыз керемет, өте жұп-жұмсақ болып піскен, және де өте дәмді болып шықты. Достар, қонақ келгенде бұл пирогты пісіруге кеңес беремін. Өте керемет болды. Менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Менің жұмысымды бағалап, және осы видеомен өз достарыңызбен, таныстарыңызбен бөлісе отырыңыздар.